Біздер енді WhatsApp группаның ішіне не аламыз? Біздерге ең маңызды нәрсе ол рынктың бағыты ғой, бәріміз аңсайтын нәрсеміз, бәріміздің керек нәрсеміз деп санайтын. Сізге бір пример айтып кетейін, осының ішінде көп сигналдарға барыңыз, кіріп жатсыңдар, көріп жатсыңдар, әркімнің әртүрлі жаңағыда ішінде ағы бар, қарасы бар, қызылы бар деген сияқты адамдар. Сол сияқты ол трейдерден беретін сіздерге сигналдары классикалық түрде деп айтамыз ол нәрсені. Сіздерге беретін нәрсе там SMS келеді сізге бүйткен ТП там бірінші ТП деген пәленше деген там ценасымен, екінші ТП-сы бар тағы да. Ол екінші ТП-да тағы да бір цена бар. Үшінші ТП болады тағы да керек болса, может бәлкім біреулер төрт ТП-да болып қалуы мүмкін да. Ол take profit деген сөз бұл. ТП деп отқанымыз take profit деген сөз. Сіздерге осындай затты жібереді, SMS-ті, и одан кейін астына SL деген жазу жіберіп қояды. Ең адамның жақтырмайтын дүниесі бұл stop loss деген нәрсе да. Сіздерге ең бірінші take profit-ке тиетін болса, ол орындалды дейді, екіншісіне бармаса да, үшіншісіне бармаса да, ол значит бұлардың цельдері болды, орындалды деп айтылады бұларда, өздерінше ойынша. Өйткені неге цена определенный бір ценаны айта салумен, цена оның біріншісіне немесе екіншісіне жетумен оларға не істейді? Гордость, оларға бір дәреже алып қоятын деген нәрсе. Рынокта егер де барлығы бірдей жұмыс істейтін болса, маркетмейкерлер айғара отырмайды, маркетмейкерлер сіздерді сливать етуге тырысады. Яғни бұлар не істейді сливать етіп тұрсын. Бірінші ТП-ға сізге постоянно барып тұрады, екімен бірге постоянно барып тұрады, сіздер оған үйренесіңдер. Уже сіз аз суммамен бастадыңдар, үйреніп келдіңдерді. Екі вариант бар бұл жерде тағы айтылатын, ақшаны жоғалтатынның ішінде. Біріншісі қандай? Біріншісі сіз уже манағы бірінші ТП-мен екінші ТП-ға уверенно барып тұрғаннан кейін уже сіздер не істейсіз? Үлкен суммамен жұмыс істей бастайсыңдар. Үлкен сумма определенный объем жиналғаннан кейін мына бірінші ТП-ға цена просто бармай кетіп қалады. Стоп-лосты спокойно сізден іліп кете береді. Стоп-лосс сіз уже крупный кіргеннен кейін сіздер не істейсіз? Крупный жоғалта бастайсыңдар. Сіздерде уже басқа білім іздеумен, немесе басқа бір стратегия іздеумен, тағы да басқа бір көңілмен, басқа бір көзқараспен қарап, не істейсіз сіздер бұл кезіндегі үлкен уже салып қойған рынокке салып қойған ақшаңызды уже не істейсіз сіздер сливать ете бастай бересіңдер. Екінші варианты, сізді сливать ету үшін сіз біріншіден сіз крупный ақшамен кіріп қойдыңдар. Екінші варианты бұның сіз кішкентай ақшамен бастадыңдар, осы берілген сигналдар арқылы сіздер пайда көріп келдіңдер. Бұл айтып жатқан нәрсе басқа бір сигналный группалар болып жатқан дүниелер. Пайданы көріп келдіңдер, кішкентай депозитіңіз определенный бір 50%-ке немесе там 100%-ке өсіп қалған кезде сіздің сол жиналған ақшаңызды бұлар инвестиция ретінде сізде осы уақытқа шейін жинап берді да, и бір күні келеді да, бүйтіп өткізіп сливать етіп кетеді барлығын сізден. Сіз сосын отырасыңдар, мен тек бар жоғы жоғалтқаным кішкентай ақша деп ойлаймыз, өздеріміз жоқ, біздің жоғалтқан уақытымыз далаға кетіп қалды. Бүйтіп жүретін болсақ, біз рынокта жүре береміз. Біздікі қандай енді? Біздікі берілетін сізге нәрсе. ТП1, ТП2 деген нәрсе бізде болмайды. Өйткені ТП1, ТП2 деген нәрсе олар өздерінің безопаслығы үшін істелген дүние. Біздерде тек қана цена бойынша сізге цель беріледі. Мысалы, цена SMS келеді, арнасынан 309-да цель бар деп сізге айтылады. 309-да бізде цель бар деп айтылады. Әрине, бұл цельге сразу цель бар екен деп біз кіріп кетпейміз, цельге сразу барады деп айтпаймыз. Өйткені бұл цельге неизбежно барады. Қалай болмасын, цена осыған соқпай, еш жаққа кетпейді. Сол себептен сізге сондай цельдер беріледі, бірақ ценаңыз сіздің бәлкім астында жүру мүмкін. Осындай кезде. Астында жүрмін ғой деп, бірақ кіріп кетпейміз сразу. Біз депозитіміздің өзіміз есебін шығару керекпіз өзіміз үшін. Сіздің ценаңыз, жүрген ценаңыз, мысалы 3260-та деп айтайық. 3260-та арада бізде $49 жүріс бар. Принципе, біз қарай өтетін болсақ, біз риск сақтайтын болсақ, объемымызды ең минималқын жасайтын болсақ, просто так аламыз да, бір позицияны сол моментте аша салсақ та болады, егерде біздің риск сақтаған болсақ. Яғни біздің рискті қалай сақтаймыз? $200-ға тек қана 0.01-мен жұмыс істеуге болады бізге. 0.01-мен 2-3 позиция ашуға болады, бірақ бір жерден емес, не істейміз? Аламызда бөліп ашуға біз вариант қараймыз. Ол бірінші вариант бізге беретін осындай цель деген нәрсе. И екінші сізге осыған ТВХ іздеу үшін, егер сіз ТВХ-ны определенный бір көзқараспен білмейтін болсаңыз, немесе ТВХ деген нәрсе сіз үшін қатты қиын дүние болатын болса, всегда сізге берілетін нәрсе бұл ешқандай пробныйға да қатысы жоқ. Цена егер осындай жүріс жүрген болса, всегда после флэда біз вынос күтеміз, выностан кейін істейміз, бір позицияны выностың уақытында ашып қойсақ болады осындай моменттерден. Ол кезде уже біздің ценамыз деген 240-қа түсу мүмкін, 250-ге түсу мүмкін, сол моментте бізге $10 уже пайдасымен артығымен беретін деп болады. Енді үшінші бізге айтатын нәрсеміз, 309-да бізде целіміз бар, жоқ емес. Бірақ бұған ешкімді біз мәжбүрлемейміз, цельге дейін ұстаңдар деген нәрсе емес ол. Ол просто рынктың цельге дейін жетпесе де, қасын тақалып тұрып кетіп қалса да, немесе жарысыла жүріп берсе де, немесе оны 10%, 20% жүріп берсе де, сізге бағыт бардар беріліп жатқан бағытымыз сізге деген не істейді?
процент сізге берілетін пайда сізге бар, жоқ емес. Кім қалай психологиясына байланысты басқара алады, соншалықты өзінің пайдасына шыға алады. Бірақ біздің целіміз 3309 деген нәрсе болды. Бұл примерно айтылған нәрсе сізге. Енді біреулер басынан кірді, кішкентай 10%-тен шығып кетті, біреу 20%-тен, біреу 50%-тен, біреу 100% шығады. Сол жақты әркімнің өзіне байланысты нәрсе. Бұл жерде цель деген нәрсе оғанда келіп тұрып резко орындайды деген нәрсе емес, келіп тұрып кетіп қала алады. Кетіп қалған басын тағы 2 есе ашып кетіп алады, одан кейін де қайта обратно бара алады. Риск сатқан адам всегда осыны прибыльмен спокойно жаба алады. Осы нәрсені сізге біз не істейміз, группада беріп отырамыз. Жоқ дегенде енді примерно біз күніне бір цель жоқ дегенде беруге тырысамыз. Өйткені рынокте всегда саған мә деп цельді бере бермейді. Маркетмейкердің ізін нақты табылғаннан кейін цель көп негізінде барлығын бірдей бере алмаймыз. Өйткені бұл жерде адамның өзінің бір ұстанымына байланысты, немесе тағы да уақытына байланысты. И бізде сізге беретін біліміміз сізге бір более качественный цель болған қалаймыз. Сол үшін біз качественный цель тапқаннан кейін сізге осындай цельдерді беріп отырамыз. Ал енді бізде енді екінші вариант, сізге цель айтылды 309 деп, ценаңыз сол бір әрі ортада жүр деп айтайық. Мысалы, сіздің ценаңыз ортаңызда жүр. Біздер осы моментте бір цель айтылғаннан кейін, может ертесі күні болмаса кешке қарай екінші цель айтылып қалуы мүмкін. Ол 3260 деген цена. Примерно жобасы бұл ценаңыз ортада қалып қойды сіздікі. Енді сізге қайсысына қалай кірген выгодно? Егер де сіздер рискті жақсы сақтайтын болсаңыз, депозитіңізді жақсы басқаратын болсаңыз, тилтке берілмей, психология аз қылмайтын болсаңыз, сізге без разницы екі жаққа да позиция ашып қойсаңыз да сізге болады. Ол проблема емес негізінде. Но бірақ біз алдағы сабақта үйретілетін нәрселеріміз екі жаққа позиция ашуды біз мүлдем жоққа шығарамыз. Өйткені бізге ол психологиялық тұрғыда ертең қатты соққылар береді бұл нәрсе деген. Сол себептен біздер не істейміз? Осы моментте бір цельді орындалған күтеміз, или астын немесе үстін орындалған күтеміз да, одан кейін после выноса болсын жақсы формациядан кейін біз позицияға кіріп, екінші цельге дейін уже біз уверенно ұстай аламыз. Оның жартысына ұстайтын болсақ та, біздерге кезінде мына жерде жүрген кезде, екі ойлау жүргенге қарағанда, бір цельге барғаннан кейін оның жартысына келіп ұстағанымыз бізге более артығырақ. Психология тұрғыда, уақыт тұрғысында, ақша тұрғысында да. Сол себептен екі жаққа да шығып қалу мүмкіндік осындай болып қалуы мүмкін. Сол кезде біз бір цельді орындаған күтіп барып, сосын екінші цельмен жұмыс істегенді ұсынамыз.